Бәріне сәлем достар, сіздермен бірге жеті каналы. Бүгін біз сіздерге әлемдегі ең жиіркенішті тағамдарды айтамыз. Эскамолес. Бұл құмырсқаның кішкентай жұмыртқалары. Бұл тамақты мексикандық асханалардан тапсаңыз болады. Халықтың айтуынша бұның дәмі майлы жаңғаққа өте ұқсас келеді. Бұл тағамды үй жағдайында жасау үшін құмырсқаның інін 7-8 метрге дейін тереңдікте қазуыңыз керек. Сонда ғана құмырсқаның жұмыртқасына толы ұяға тап боласыз. Балут – филиппиндіктердің дәстүрлі тағамы. Ол үйректің жұмыртқасынан жасалады. Яғни толық жетіле қоймаған жұмыртқадан. Сосын оны пісіріп кішкене жерін ғана теседі. Сол тесіктен жұмыртқаның сорпасын ішуге болады. Бұл тағамды көшелерде кәдімгі тағамдар секілді сатады. Ал дәміне келсек, күндегі жеп жүрген жұмыртқаға ұқсайды. Қанды сорпа – вьетнамдықтардың тағам түрі. Бұл сорпаны үйрек, қаз немесе шошқаның қанына, жаңғақ және де дәмдеуіш шөптерді қосады. Бұл солтүстік Вьетнамдағы аса танымал тағам түрі. Бірақ та бұны ішкен адам құс тұмауымен ауырып қалуы мүмкін. Ал бұның дәмін айтпай-ақ қойсам да түсініп тұрған боларсыздар. Маймылдың миы – Гонконгтың ескі тағамы. Тірі маймылдың миынан жасалады. Халықтың көзінше маймылдың басын кесіп алады. Бастың жоғарғы жағын ашып, қонақтың алдына қояды, және де қонаққа миды жеу үшін қасық ұсынады. Және де ол миды ешқандай қайнатпастан шикілей жегізеді. Қазірде қытайлықтардың асханаларынан бұл тағамды кездестірсек болады. Ал дәміне келсек, күрішті пудингке қатты ұқсас болады. Ал менің ойымша, бұл тағамдарға қарағандағы біздің дастарханымыздағы ұлттық тағамдар тамаша емес пе? Егер де менің ойыма келіссеңіздер, арнаға жазылып, лайк басып, қоңыраушаны басып кетіңіз.